Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге түлкі, аю және қойшы деген ертегіні айтып беретін боламын. Ал ендеше тыңдаңыздар. Бір қойшы қой бағып жүрсе, бір түлкіні бір аю қуалап келеді екен. Түлкі бір тамға кіреді. Аю да тамға кіремін деп денесі сыйып, бөксесі сыймай қалады. Түлкі басқа тесіктен шығып, есіктің қасына келіп, аюды мазақтап кетіп қалады. Соны анау алыстан көріп тұрған қойшы не болады екен деп қарап тұрады. Аю әрең дегенде сол тамнан шығып, қойшы жан-жағына қарайды. Ана жерде көріп тұрған қойшыға барады. Қойшы, қойшы, сен ештеңе көрмедің бе? Қорқып кеткен қойшы, жоқ, мен ештеңе көрмедім дейді. Жарайды, егерде көргеніңді біреуге айтсаң, өлесің деп кетіп қалады. Қойшы ауылына барады. Ауылына кездескен бүкілін адамдарға айтады. Бала-шаға сол оқиғаны өлең қылып айтып жүреді. Оны естіген аю ыза болып, қой бағып жүрген қойшыны табады. Қойшым, сен ештеңе көрмедім, ешкімге айтпадым дегенің қайда? Енді өз сөзіңде тұрмадың, енді мен сені жеймін, дейді қойшы. Аю қойшыға: 3 күнге рұқсат бер, үй ішімен, ағайын туғанымен қоштасып келейін, деп сұранады. Жарайды, 3 күнге рұқсат берейін, деп аю кетіп қалады. Қойшы ағайын туғанымен, үй ішімен, отбасымен қоштасып болады. Уәдесінде тұрған күн уақытына бірақ күн қалған кезде жылап отырады. Оны түлкі көріп қасына барады. Қойшым, не болды? Неғып жылап отырсын деп сұрайды. Қойшым: ойбай, осылай, бәрі сенің кесірің, дейді. Түлкі: үндеме. Мен сені аюдан құтқарайын. Тек сен маған не бересің? Деп сұрайды. Қуанған қойшы: ойбай, не қаласың, соны берейін, дейді. Онда мен сені аюдан құтқарсам, сен маған бір бүйрегіңді бересің бе? Дейді. Қойшы қатты сасады. Басқа амалы болмағандықтан мейлі, берейін, дейді. Онда ертең сен осы жерге келді, аюды күт. Анау жерде шаңды бұрқылдатып мен жүрейін. Аю сұрар: анау не қылған шаң деп. Сол кезде сен: ол ханның баласының шаңы. Әйелі аюдың жүрегіне жерік болып жүр, де. Аю қорыққаннан қашып кетер, дейді. Екеуі келіседі. Келесі күні аю мен қойшы кездеседі. Аю ана жерде бұрқылдаған шаңды көреді. Қойшым, анау не қылған шаң? Деп сұрайды. Ол ханның баласының әйелінің шаңы. Ол ханның баласының шаңы. Әйелі аюдың жүрегіне жерік болып жүр, соны іздеп жүр, дейді. Ойбай, қойшым, онда мен тезірек қашайын, бірақ сен мені көргенімді айтпа, деп қаша жөнеледі. Соны алыстан қарап күліп тұрған түлкі аю қаша жөнелісімен қойшының жанына барады. Қойшым, мен саған көмектестім. Енді сен маған бір бүйрегіңді бер, дейді. Қойшы жыламсырайды. Сөйтіп белеуін шешеді. Белеуін шешкен кезде жөнді ұйықтай алмаған, жөнді тамақ іше алмаған қойшының іші шырылдайды. Түлкі құлағын тіге қойып: бұл не қылған шаң? Бұл не қылған бұрқылдаған?
деп сұрайды. Бұл өткен анау күні мен бір тазының күшігін жұтқан едім. Сол үлкен тазы болып, енді ішімнен шығайын деп қыңсылап жатыр, дейді. Ойбай қойшым, ендеше дос болайық, тазы шығып кетпесін, деп қаша жөнеледі. Енді түлкіден қолы үйренген қойшы басынан кешкен оқиғасынан осылай құтылған екен. Егер де балалар, бұл ертегі сендерге ұнаса, менің арнама жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал всем пока-пока.